CSS-те мәтінмен көп жұмыс істейміз, сондықтан бұл маңызды тақырыптардың бірі. Бастамас бұрын каналға жазыламыз. Бізде тұрақты түрде келесі сабақтар шығып тұрады. Өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басайық. Бүгінгі тақырыпта color, font size, line height, text spacing, text align, text decoration деген сияқты осындай текст пен фонт, яғни шрифтқа байланысты параметрлермен жұмыс істейміз. Сонымен бастайық. Ең біріншісі color. Ол colorды біз осының алдындағы сабақтарда өттік. Естеріңізде болса blue деп беруге болады сөзбен, немесе біздің hex colorмен беруге де болады. Біздің түс өзгерген жоқ, көк болып қалды. Ары қарай font size. Font size деген мына шрифттің үлкендігі. Мен мынаны сәл өзгертейін. H1-де бастапқыда ол өзінің өлшемі бар, 32 пиксельдей. Ал енді мен оны 40 пиксельге айландырып үлкейтіп жібердім. Әзірге мынаны алып тастайық. Бізде мынадай ұзын текст пайда болды, және оның өлшемі үлкен. Қарап тұрсаңыздар, оның нақты биіктігі 46 болды. Бірақ мен мына жақта 40 пиксель берген фонт сайзға. Неге ол 46 болды? Бұл жерде ешқандай padding, margin ештеңе жоқ. Бұл жай ғана line height деп аталады. Фонт сайздан бөлек line height деген тағы да бір біздің параметріміз бар. Line height бұл жолдың биіктігіне жауап береді. Тура аударғанда жолдың биіктігі. Оны тура біз 40 қылып істеп көрейік. Сол кезде біздің қалағанымыз бола ма екен? Міне, өзгерді. Біздің мына H1-дің биіктігі, нақты биіктігі 40 болды. Яғни line height арқылы көп нәрсені өзгертуге болады. Енді line height-ті пиксельмен бердік қой, 40 пиксельмен. Ал фонт сайздан кішкентай болса не болады екен? 20 пиксель алайық. Ол кезде қараңыздар, біздің шрифттер бір-бірінің үстіне шығып кетті де оқылмай қалды. Біздің мәтін оқылмай қалды. Сондықтан line height фонт сайздан үлкен болу керек. Мынаған 60 қоюға болады, 1,5 есе үлкен. Бізде енді шрифті line height үлкен, арасы ашық және оқылуы оңай. Word-та ол сіздер білесіздер, межстрочный интервал деп аталады. Ал мына CSS-те line height 40 пиксель, 60 пиксельді бердік. Енді бұны пайызбен де беруге болады. Мысалы 100% десек, ол фонт сайзының қанша пиксель? 40 пиксель болса, тура соны береді. 100%-ді береді. Енді салыстырып көрейік. H1 міне, так, былай қарайық. Біздің title 40 пиксель болды. Ал бұл жерде 100%-ны өзгертіп салыстырып көрейік. Мысалы 200%, ол 2 есе үлкен болу керек. 80 пиксель болды. 2 есе үлкен. Пайыз ғана емес, бізде жай санмен беруге болады. Мысалы 203 деген сан берсек, ол 40 пиксельден 3 есе үлкен деген сөз, яғни 120 болады. 120 пиксель болды бізде line height. Осы line height не үшін керек? Ол бізде тексті оқылу үшін өте қатты маңызды. Мысалы тексті көп сайттарға кіретін болсақ, мысалы Forbes KZ жаңалық оқитын, бұл жерде тексттің арасы алшақ. Кәдімгідей тексті өте жақсы оқылады. Ал мына жерде менде по умолчанию тексттің арасы жақын, онша оқылмайды. Сондықтан бұл line height-те өте маңызды. Бұны өзгертіп отыру керек. Келесі бір тақырып text spacing-ді толықтай өтейік. Бұл жерде line height-ті өтіп кеттік. Line height мына text spacing-дің ішіне кіреді. Яғни тексттің арасындағы алшақтықтың бәрін осы бесеу арқылы өзгерте аламыз. Text intent. Text intent не үшін жауап береді? Text intent бұл біздің абзацқа жауап береді. Мысалы бізде параграф бар, 3 параграф. Осыларға жалпы бір стиль бере салайын. Және text intent дегендеге мысалы 40 пиксель берейін. Бұл не істейді? Жаңартам, байқасаңыздар, біздің текстте мынандай абзац 40 пиксельге осындай пайда болды. Бұл жерде де пайызбен беруге болады. Мысалы 40 емес, бір 20% берейін. 20% бердім, міне. Бұл жалпы өзінің
п-ның ұзындығынан 20% алып, мына бірінші жолға осындай бастапқы отступ осындай берді. Text intent түсінікті болса ары кеттік. Letter spacing өзі аты айтып тұрғандай, letter әрбір әріптің арасындағы пиксель, мысалы 3 пиксель қойсам, бұл қалай өзгереді? Міне бізде 3 пиксель қойдым, мына тексттер кішкене басқаша болып кетті. Бұл деген сөз мына letter spacing мысалы 5 берсем, одан да алшақ бола бастайды. Алшақ болып кетті. Бұл жерде letter spacingке міне 5 пиксель бердік, үлкейте аламыз және кішірейте аламыз. Минуста берсек болады. Мысалы минус берсек, әріптер бір-біріне қатты жақын болып, бір-бірін көрсетпей тастайды. По умолчанию жаңа бұл жерде 0 пиксель. Ары қарай кеттік. Бізде word spacing тағы да өзінің аты айтып тұрғандай, бұл әрбір сөздің арасындағы алшақтық. Бұлай 20 пиксельмен бердім. Әрбір сөздің арасын үлкен қылып тастады. Ары қарай white space не үшін керек? White space не үшін керектігін міне мына жақта бізде қараңыздар. Негізі мына параграфта тұрған сөйлем бұл бір ғана жол, негізі код бойынша бір ғана жол. Бірақ мына браузерге барған кезде ол симағандықтан бірнеше жолға түседі. Мысалы, ол бір жол болғанмен, мына параграф 3 жолға түсіп кеткен. Кейде мынандай болуы мүмкін, біздің параграфты, біздің бір сөйлемді бір ғана жолға сыйдыру керек болады. Сол кезде біз параграфқа white space береміз жаңағы. No wrap деп берсек, көрейік, бүкіл біздің параграфтар 3 жолға сыйып кетті. Біздің 3 параграф әрқайсысы бір жолдан болып қалды. Және оның жаңа ол div-тің ішінде ғой, div қаншалықты кішкентай болғанымен, ол өзінің сыртындағы паренттан ұзындығы асып кетті. Міне қарайық, ұзындығы, өзінің параграфтың ұзындығы қысқа, ол 605 пиксельден аспайды, бірақ мына сөз ол сыймай ары қарай кетіп қалды. Міне осындай бір white space-тің қасиеті бар, сондықтан бұмен тағы да абай болу керек. Келесі тақырып text align. Text align-мен біз танысып болу керекпіз. Бұл өте қатты танымал қасиеттердің бірі. Мысалы, бізде жалпы қарайық, text align деген ол біздің тексттердің орналасу орнын көрсетеді. Сонымен text align центр қойып едік, біздің тексттер міне ортаға шығып кетті. Word'тан да білесіздер бұны. Енді left деген ол сол жақта ол по умолчанию болады. Ал енді right берсек, ол оңға қарай біз тегістейміз мына тексттерді. Сонымен біз 3 қасиетін өттік. Text align ары қарай text decoration дегендер бар. Text decoration ол тексттің сызығына жауап береді. Тексттің үстін, астын, жоғары жағын сызуға болады. Сонымен text decoration line деген бізде мысалы underline берсек, ол төменгі сызық пайда болады бізде. Text align әзірге left бола берсін, бізге ыңғайлы. Міне біздің төменгі сызық пайда болды. Text align, text decoration мысалы style берсек, бұл бізде dashed деген берсек, бұл астыңғы сызықтар мынандай пункттер сызыққа айналады. Dotted деген ол өзі аты айтып тұрғандай нүкте болады. Жаңартамыз, нүкте көрдік. Тағы да бір text decoration қасиетін көрейік. Text decoration мысалы thickness деген берсек, ол оның жуандығы. Мысалы бұны 3 пиксель қылсақ, қаншалықты үлкен болады? 3 пиксель кәдімгідей үлкен, мына параграф үшін, сондықтан оны азып қойсаңыздар болады, 1 пиксель. Ары қарай кеттік. Text decoration тағы қандай қасиеттері бар екен? Decoration, thickness, style, line, color. Color қызыл берейік. Түсін өзгертеді, астыңғы сызықтың түсін. Астыңғы сызықты енді жоғары шығарып көрейік. Ол үшін overline дегенді қолданамыз. Overline'ды бассақ, текст
тексттің үстіңгі жағына шығып кетті бұл сызықтар. Және line through деген бар. Line through ол тура сөздің әріптерінің ортасынан сызып шығады. Так, текст decoration бәрін көрсеттім. Енді ең соңғы жай ғана text decoration деген бар. Осы төртеуінің бәрінің қасиетін алады. Яғни text decoration ғана арқылы мына төртеуінің бірдей жазып шығуға болады. Мысалы бүйтейік, мынаны көшіре салайық. Бұл не деген сөз? Бұл underline, төменгі сызық қызыл болу керек түсі. Double деген ол жаңа екі сызық болады, стайл ғой бұл. Және 5 пиксель ол оның жуандығы. Енді мына бастапқы жазған төртеуін комментарий алып қояйық та, мына text decoration қаншалықты өзгерткен көрейік. Бізде кішкене өте күрделі, түсініксіздеу бір сызықтар пайда болды. Бұны түсіну үшін бұл қасиетті давайте біз тайтылға берейік, кішкене аз ғана текст бар. Бір line height алып тастайық. Астыңғы екі сызық дұрыс шықты, underline, double деген және қызыл 5 пиксель, ол жуан пиксель болды. Бізде мынадай сілтеме бар Forbes KZ-ке. Қарасаңыздар, ода уже стиль тұр, астында сызық пайда болған, төменгі сызық, және оның түсі көкке боялған. Енді ол по умолчанию болғандықтан бізде кейде сілтемелердің түсін, жаңағы стилін өзгерткіміз келеді. Сол кезде біз text decoration, яғни астын алып тастау керек қой. Text decoration none десек, бізде мына астыңғы сызығын алып тастаймыз. Міне бізде астыңғы сызық алынды, бірақ әлі де ол сілтеме жұмыс істейді. Енді text shadowға бастайық. Text shadow ол өзі атайды тұрғанда әрине. Оның тексттің көлеңкесі. Text shadow мысалы дегенде бұл жерде екі не беру керек, екі мән беру керек, 2 пиксель немесе кез келген міндетті түрде 2 мән беру керек. Сол кезде бізде бір мынандай көлеңке пайда болады. Көлеңкені тексттен ажырату үшін біз оның түсін өзгертейік. Мысалы грей сұр берсек, бұл жерде міне көлеңкесі сұр, өзі көк. Осындай бізде әдемі көлеңке пайда болды. Әрине оны сәл өзгертейік, кішкене бізге келмей тұрған сияқты. Ол үшін мына жақтан да өзгертуге болады. Так, text shadow. Мысалы, бастапқы 2 пиксель ол неге жауап береді? Оны көбейте берсек, біздің горизонталь бойынша оң жаққа қарай жылжып жатыр. Ал егер оны азайтсақ, керісінше сол жаққа қарай кетіп жатыр. Біз тіпті оны минусқа қоя аламыз. Минусқа берсек, горизонталь x бойынша мына сол жаққа кетіп жатыр. 0-ға беретін болсақ, ол көлеңке горизонталь бойынша ешқайда кетпейді. Ал вертикаль бойынша да 0-ға қоюға болады. Сол кезде көлеңке тіпті көрінбей қалды. Оны үлкейтсек, әрине төмен қарай кетеді, y бойынша, вертикаль бойынша. Ал енді минусқа қарай апарсақ, ол жоғары қарай кетеді. Келесі параметр ол түсі, және бүйтейік, тағы бір ортада тағы бір сан бар бұл жерде. Тағы бір санды жазатын болған болсақ, бізде ол жаңа көлеңкенің өшкіндігі. Егер ол 0 болса, ол четкий болады. Көлеңке екені көрініп тұрады. Ал көлеңкелердің бәрі четкий емес қой. Мына жақта кішкене өшкін көлеңке. Егер мысалы 1 пиксель болса, 1 пикселі оның өшкін болады. 2 пиксель болса, 2 пиксель өшкін. Яғни ақырындап көлеңке азайып жатыр деген сөз. Сөйтіп оны көбейтіп жасақ, тіпті көлеңке емес, басқа нәрсе сияқты жай ғана бір артында бір қара бір түс тұрған сияқты. Осылай біз text shadow'ды қолдана аламыз. Text shadow, яғни оны алып тастайтын болсақ, none деп әрине жаза саламыз. Бізде none деген по умолчанию уже text shadow ода жоқ. Text transform бұл тексттарны бас әріппен жазу. Uppercase берсек, ол бүкілі текст бас әріппен болады. Lowercase болсақ, бүкілі кіші әріппен болады. Және capitalize деген қолдансақ, әрбір сөзі бірінші әріпі бас әріппен басталады. None беретін болсақ, ол әрине
кәдімгі өзіміздің по умолчанию жағдайға айланады, яғни бірінші сөз ғана бас әріппен басталады.